Барлықтарыңызға қайырлы күн. Қалдарыңыз қалай? Мен қазір тауықтың төс етінен котлет жасайын деп жатырмын. Бұл жерде менде тауықтың төс етін ет тартқыштан өткізіп алдым. Бір жұмыртқа, дәмдеуіш, менде дәмдеуіш осындай Санта Мариянікі. Одан кейін гималайский тұз бар. Осы жерде сары май және кабачок осындай теркадан жартысын өткізіп алдым және сығып қостым. Осындай болады, мінекей. Осы қасықпен былай сала берем қазір. Ешқандай домалақта форманың келтіруінің қажет жоқ. Және алдын ала ескертетінім, осы кабачокты через терка өткізгеннен кейін суын міндетті түрде сығып салыңыздар, әйтпесе су болып кетеді. Сол үшін міне қазір құрғақ болып тұр. Осылай қасықпен салып тура бересіздер. Екінші жағын осылай аударғым. Тек қана осылай қызарса болды. Одан кейін шығарып ала беремін, потом парға қоямын, буға. Қыздар мені екі жағын осылай қызартып пісіріп алдым. Іші әлі шикі, бірақ бұны мен қазір буға қоямын. Мені соңғы екі котлетті қуырып жатырмын, екі жағын. Енді осы қуырылғандардың бәрін қайтадан осы жаққа салып, кішкене су тамызамдағы бетін жауып, ең төмен отқа қойып қоямын. Осылай қолмен алып, ақырын осылай саламыз, потому что бұның ортасы әлі шикі ғой мынандай. Шашы түспесін, осылай ақырындап салып, қазір кішкентай ғана су құямыз қыздар, көп құймаймыз. Болды. Енді осыны қазір кішкене су құйып, астын отын баяулатамыз. Осы жеткілікті бетін жабамыз. Ішіндегі соғы шығып тұр. Жұмсақ. Так, сметанамен, греческий йогуртпен